Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін сіздерге бір жасағаннан шығатын, өте дәмді әрі жұмсақ болып пісетін плюшки булочкасының рецептісімен бөлісетін боламын. Қажетті заттардың барлығын видеоның астында қалдырдым. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды, содан соң жылы сүтімізді құямыз. Оның үстінен жұмыртқа, ашытқы, тұз, қант және де сұйық майымызды құйып, жақсылап тұрып араластырамыз. Сол кезде осындай массаға айналады. Алдын ала еліктен өткізілген ұнымыздың ең бірінші жартысын саламыз. Массамызды араластырып алғаннан кейін ұнымыздың қалған бөлігін салып, жүп-жұмсақ етіп қамыр илейміз. Мінекей біздің қамырымыз осылай шықты, жүп-жұмсақ, қолға жабыспайды. Қамырды бөлме температурасында 1 сағатқа қалдырсаңыздар, осылай әдемі болып көтеріліп шығады. Қамырымызды осылай бір қайтарып илеп аламыз да, тақтайдың үстіне майды жағып, қамырымызды теңдей 2 бөлікке ортасынан бөліп аламыз. Қамырымыздың бір бөлігін осылай бастарын біріктіріп аунатып аламыз да, оның ортасынан тура теңге бөлеміз 2-ге. Одан кейін бір бөлігін 3-ке, екінші бөлігін 3-ке бөлеміз. Сонда бізде барлығы 12 қамыр шығады. Дәл осы кезде сіздерге таразының да керегі болмайды. Қамырымызды 12 бөлшекке бөліп алғаннан кейін әрқайсысын доп-домалақ етіп шарик қылып айналдырып шығамыз. Қамырдың бетін жауып 10-15 минутқа тындыруға қалдырамыз. Ал келесі кезекте бізге еріп тұрған сары май және де қант пен корица қажет болады. Корицаны қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Мен дәм беру үшін, ерекше иіс беру үшін арнайы қосып жатырмын. Корицаны қантқа салып, араластырып қоямыз. Бағана ең бірінші дөңгелеткен қамырымызды алып, және де оны майлап, ешқандай бұл жерде оқтау керек болмайды. Қолдың көмегімен әрі-бері үстінен басқылап созамыз қамырды. Содан соң еріп тұрған майымызды қамырдың үстінен жағып шығамыз. Келесі кезекте қантымызды үстінен сеуіп шығамыз. Егер де сіз қатты тәтті болмасын десеңіз, қантты аздап қана сепсеңіз де бола береді. Ал енді жүрек булочка жасаймыз. Қамырдың шетінен бастап ораймыз. Ораған жеріміз біткеннен кейін шеттерін бір-біріне жабыстырып жібереміз, ашылып кетпес үшін. Екі шетін бір-бірінің үстіне қоямыз да ұстап тұрамыз. Көріп тұрғандарыңыздай пышақтың көмегімен ортасынан кесеміз де екі жаққа қарай ашамыз. Сонда бізде жүрек пайда болады. Дайындап алған барлық жүректерімізді осылай противеннің үстіне қойып шығатын боламыз. Булочкамыздың түсі әдемі болып қызару үшін біз үстінен жұмыртқаны жағатын боламыз. Біз духовкаға салмай тұрып 5-10 минуттай қамырымыз көтерілгенше қойып қойсақ болады. Содан соң қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Шамамен 20-25 минутта піседі. Енді әр адамның пеші әртүрлі қызатын болғандықтан әртүрлі уақытта пісуі мүмкін.